Білім саласындағы қоғамдық бақылау комиссиясы өңірімізде биылғы жылдың қаңтар айында құрылды. Жұмысы қоғам арасында осы салада туындайтын қиындықтарды шешуге бағытталған. Балалары аутизммен ауыратын аналар ұйымға туындаған мәселелерді шешуден көмек сұраған. Өткен ата-ананың шағымына құлақ асар бірде-бір мемлекеттік мекеме жоқ екен. Деятельность нашей комиссии. Біз қарапайым тұрғындар мен билік өкілдері бір диалог алаңында кездесіп, мәселені орында шешеміз. Балалары аутизмге шалдыққан аналар қиындықтарды бірлесе шешу мақсатында арнайы ұйымда құрыпты. Бүгінде ұйым құрамында 40-қа жуық ана бар. Сөздерінше, өңірімізде бұл мәселеге байланысты біраз қиындықтар туындайды. Олардың бірі облыс бойынша аутизм балаларға арналған бейімдеу орталықтарының жоғы. Мы хотим призвать. Біз үкіметті бізге көмектесулерін сұраймыз. Қалада диагноз дұрыс қоятын аурухана не орталық жоқ. Айжан Оразалимова мамандығы бойынша психолог. Жұмыс барысында дамуында ақауы бар балалармен жиі жұмыс жасайтын көрінеді. Сол себептен облыста арнайы бейімдеу орталығын ашпақшы. Ол үшін даму кәсіпкерлерді қолдау орталығына да жүгініпті. Бизнес жоспарды дайын көрінеді. Когда начала практиковать, Бұл мәселемен айналыса бастағанымызда түрлі мамандар әртүрлі жұмыс істейтіндерін көрдім. Арнайы бағдарлама жоқ, оларға көмек қажет. Сондықтан осындай орталық ашқым келеді. Бүгінде облыс бойынша аутизм диагнозына шалдыққан балалардың саны 300-ден асып жығылады. Ал оларға ешқандай жағдай жасалмаған.